Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып, 2-ші бөлім 76-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы бөлу амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс. Бірінші есеп А нұсқасы. Сурет бойынша бөлінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді? Енді бізде әр бөлікте 3 текшеден берілген, яғни 5 бөлік бар осындай. Бізде барлығы текше саны 15. 15-ті бөлеміз 5 бөлікке. Сонда бізде 3 шығады, яғни 3 дегеніміз әр бөліктегі текшенің саны. Келесі 15-ті, керісінше енді 15-ті 3-ке бөлуге болады, яғни бір бөліктегі текше санына бөлсек 3-ке, сонда бізде неше бөлік шығады? 5 бөлік шығады. Енді теңдіктегі сандар нені білдіреді? 15 бізде бөлінгіш, 5 бөлгіш, 3 бөліндінің мәні. Келесі есепте де 15 бөлінгіш, 3 бөлгіш, 5 бөліндінің мәні болады. Келесі Ә нұсқасы бөліндінің мәнін азайтумен есептеп шығар. 4 бөлу 2. Бұл жерде 4-ті 0-ге дейін 2 рет 2-ге азайтамыз. 4-тен 2 азайтқанда 2, 2-ден 2 азайтқанда 0. Сонда 4-ті 2-ге бөлгенде 2 шығады. 6-дан 3-ті азайтамыз 0 болғанға дейін. Яғни 6-дан 3-ті азайтқанда 3, 3-тен 3 азайтқанда 0. Сонда 6-ны 3-ке бөлгенде 2 шығады. 10-ды да солай 0 болғанға дейін азайтамыз. 10-нан 5 алғанда 5, 5-тен 5 алғанда 0. 10-ды 5-ке бөлгенде 2 шығады. 12-де солай 0 болғанша азайтамыз. 12-ден 6-ны азайтқанда 6, 6-дан 6 алғанда бізде 0 болады. 12-ні 6-ға бөлгенде 2 шығады. Келесі есепте солай 14-тен 7-ні 2 рет азайтамыз, 0 болады. Сонда жауабы бізде 7-ні еш рет азайтып тұрмыз, 2 рет, жауабы 2 шығады. 16-дан 4-ті 0 болғанға азайтамыз, сонда 4-ті біз 4 рет азайтып тұрмыз, сонда жауабы 4 шығады. 24-тен 6-ны 4 рет азайтқанда бізде 0 болады. Сонда жауабы 24-ті бөлу 6, 4 болады. 36-ны да 0-ге дейін азайтқанда біз 9-ды 4 рет азайттық, сонда жауабы 4 шығады. Екінші есеп. Әр суретке сәйкес бөлінді құр және жас. Бізде бірінші суретте сәукеле киген қуыршақтар саны барлығы 12. Оны 3 топқа бөлсек, бізде 4 шығады. 4 бұл әр топтағы сәукеле киген қуыршақ саны. Келесі суретте бізде балалар ойнап отыр, барлығы бала саны 15. 3 топқа бөлген, 15-ті 3-ке бөлгенде, сонда әр топта 5 баладан ойнап отыр. Келесі қуыршақ бізде барлығы 8 саны, оны 4 топқа бөлген, сонда 2 шығады. Әр топта 2 қуыршақтан келеді. Келесі қонжықтар саны барлығы 12, 12-ні 4 топқа бөлеміз, сонда 3 шығады. Яғни әр топта 3 қонжықтан келеді. Енді бұл есепті керісінше шығаруға болады. Барлығы сәукеле киген қуыршақ саны 12, оны әр топтағы 4 қуыршаққа бөлсек, сонда бізде 3 топ шығады. Келесі 15-ті бөлеміз, бала саны бізде 15, оны бөлеміз бір топтағы 5 бала санына, сонда бізде 3 топ шығады. Келесі 8 қуыршақты бөлеміз, бір топтағы 2 қуыршақ санына, сонда 4 топ шығады. Келесі 12 қонжықты бөлеміз 3-ке, яғни бір топтағы қонжық санына, сонда бізде 4 топ шығады. Үшінші есеп. Теңдікті оқы. 8 бөлу 4 тең 2. Бөлу амалының компоненттерін ата. 8 бізде бөлінгіш, 4 бөлігіш, 2 бөліндінің мәні. А нұсқасы. Бөлінгіш 8-ді, бөліндінің мәні 2-ге бөл. Мәнін 8 санынан 2-ден азайта отырып тап. 8-ді 2-ге бөлеміз. Азайту амалмен табатын болсақ, 8-ден 2 саны 0 болғанша азайтып шығамыз. Яғни 8-ден 2-ні азайтқанда 6, 6-дан 2 азайтқанда 4, 4-ден 2 азайтқанда 2, 2-ден 2 азайтқанда 0 болады. Енді осы азайтылған 2 санын санаймыз. 1, 2, 3, 4, яғни 2-ні 4 рет азайттық. Сонда бөліндінің мәні бізде 4-ке тең болады. Ә нұсқасы. Бөліндінің мәні 2-ні бөлгіш 4-ке көбейтуді қосу амалымен алмастырып мәнін тап. Енді 2-ні 4-ке көбейтеміз. Қосу амалымен қалай табамыз? Бірінші тұрған 2-ні
яғни 4 рет қосамыз. 2 қосу 2, қосу 2, қосу 2 бізде 8 шығады. Сонда көбейтіндінің мәні 8 болады. Бөлу амалының компоненттері арасындағы байланыс туралы қорытынды жаса. Бірінші бізде бөлу амалына берілген есеп 8 бөлу 4 тең 2 болатын. Енді екінші А нұсқасында бізде 8-ті 2-ге бөлдік тең бізде 4-ге тең болды. Енді қандай қорытынды шығарамыз? Бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз, сонда бізде бөлгіш шығады. Міне бізде анықтама берілген үшінші есепке қатысты шыққан тұжырым. Есте сақтаймыз, егер бөлгішті бөліндінің мәніне көбейтсе, онда бөлінгіш шығады. Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда бөлгіш шығады. Төртінші есеп. Есепті оқы, сызбасын салып, оны шығар. Мұғалім 18 баланы бірнеше топқа бөлді. Сонда әр топта 6 баладан болды. Мұғалім балаларды неше топқа бөлді? Ең алдымен сызба сызып аламыз. 6-6-дан бөліп жазамыз. Барлығы бізде 18 бала. Енді шешуі 18-ден 6 баланы 0 болғанға дейін азайтамыз. Яғни 18-ден 6-ны азайтамыз. Бізде 12, 12-ден 6-ны алғанда 6, 6-дан 6-ны азайтқанда 0 болады. Демек 18 6-ға бөлгенде бізде 3 шығады. Сонда жауабы мұғалім балаларды 3 топқа бөлді. Бесінші есеп. Берілген өрнектерден тура теңдіктер құр. 4-ті 2-ге көбейткенде бізде 8 шығады. Енді қай азайту амалында бізде мәні 8-ге тең. Яғни 24-тен 16-ны азайтқанда бізде 8 болады. Келесі 8-ді бөлеміз 4-ке, бізде 2-ге тең. Келесі 11-ден 9-ды азайтқанда бізде 2 шығады. Яғни 2 өрнек тең болады. Алтыншы есеп. Есепті шығар. Қазақша күреске бір ауылдан 15 бала, екінші ауылдан 18 бала қатысты. Бірінші күні жарыстан 12 бала шығып қалды. Жарысты неше бала жалғастырды? Қысқаша шартын құрамыз. Бірінші ауылдан 15 бала, екінші ауылдан 18 бала шығып қалды. Бізде 12 бала, жалғастырғаны белгісіз. Шешуін табамыз. Ең алдымен барлығы неше бала жарысқа қатысқанын тауып аламыз. Ол үшін 15-ке 18-ді қосамыз, бізде 33 шығады. Енді 33-тен азайтамыз шығып қалған бала санын. Сонда бізде 21 шығады. Жауабы жарысты 12 бала жалғастырды. Жетінші есеп. Бос торкөздің орнына тиісті санды қой. А нұсқасы. 24 санынан 6-ны 0-ге дейін азайтылған, яғни 24 бөлу 6. Мәнін табу үшін азайту амалындағы 6 саны неше рет азайтылған санаймыз. 1, 2, 3, 4, яғни 4 рет азайтылған бөліндінің мәні 4-ке тең болады. Келесі, манаға берілген бізде анықтамаға сәйкес берілген қалған есептер бөліндінің мәнін көбейтеміз бөлгішке, сонда бізде бөлінгіш 24 шығады. Келесі, бөлінгішті бөлеміз бөліндінің мәніне, бізде бөлгіш 6 шығады. Ә нұсқасы 35-тен азайтамыз, бос торкөздің орнына біз 7 санын қоямыз, яғни 35 бөлу 7-дегі 7 санын қоямыз. Енді осы қойылған 7 санын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда бөліндің мәні бізде 5-ке тең болады. Бұл жерде де ары қарай анықтамаға сәйкес берілген есептер, яғни бөліндің мәнін көбейтеміз бөлгішке, сонда бізде бөлінгіш 35 шығады. Бөлінгіш 35-ті бөлеміз бөліндің мәніне 5-ке, сонда бізде бөлгіш шығады 7. 8-ші есеп. Бірліктерін қосқанда 15, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, 2 таңбалы сандардың 3 қосындысын жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер. 16 қосу 29 бізде 45 шығады. 45-тен 29 азайтқанда 16 шығады. 28 қосу 27 бізде 55, 55-тен 27-ні азайтқанда 28 шығады. 39 қосу 36 тең 75, 75-тен 36-ды азайтқанда 39 шығады. Осымен математика сабағы аяқталды. Сабақ түсінікті болса, лайк басып, каналға тіркеліп, досыңа жіберуді ұмытпа. Сау болыңдар.